Сәлем, бүгін біз үй жағдайында өте дәмді жасалатын және өте қарапайым оңай тәсілмен жасалатын пицца пісіреміз. Бір стакан жылы суымызды құямыз, 1 чайный ложка толтырып тұз саламыз, одан кейін 1 чайный ложка сахар саламыз. Одан кейін дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз да тағы араластырамыз. Еліктен ұнымызды өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қыздар, қамыр қолға сәл жабысса ештеңе етпейді. Қамыр өте жұмсақ болуы қажет. Онды көп салып тастауға болмайды. Себебі қатты болып қалады да пиццаңыз жақсы көтерілмей қалады. Енді қазір күн суық болғаннан кейін қамырды көтеріліп болуы қиын. Сол үшін осындай қалың көрпемен жауып қоямыз. Қамыр 1 сағат, 1,5 сағат арасында көтеріледі. Начинкасына кез келген начинка салсаңыз болады. Колбасаны осылай кубик қылып турап аламыз видеодағыдай. Бүкіл начинканы да осылай кубик қылып турайтын боламыз. Міне қамырымыз үлпілдеп, жұмсақ қылып көтерілген. Енді осы қамырдан мен 2 пицца жасаймын. Егер сіздер қазір бір ғана пицца жасаймын дейтін болсаңыздар, бір артық қамырыңызды ертең пісіретін болсаңыздар, соны ысытқышқа немесе көп әлі жасамайтын болсаңыздар, морозилкаға салып қойсаңыздар болады. Немесе осы қалған қамырымен бауырсақ, пирожки пісіріп тастасаңыздар да болады. Енді қамырымызды жаямыз видеодағыдай. Дөңгелек формада жаятын боламын. Сіздер 4 бұрышты пергамент болса, 4 бұрышты қылып формада жайсаңыздар да болады. Менің формам дөңгелек болғаннан кейін дөңгелек қылып жайып жатырмын. Бұл дрожжевой қамыр болғаннан кейін қамырыңызды жұқа қылып жаясыздар. Себебі бұл өте қатты қазір көтеріліп кететін болады. Одан кейін немесе піспей қалады, немесе қалың болып жеуге де ыңғайсыз болады. Жұқа деген кезде өте жұқа қылып жібермейміз, жұқалау қылып жаятын боламыз. Противеніңізді майлап жіберсеңіздер болады, майлап жіберіп үстіне сразу қамырды қойсаңыздар да болады. Мен пергаментпен жасадым. Егер пергамент болмаған кезде противендеріңізді майлап, бірден соның үстіне қамырды жайып кетсеңіздер де болады. Духовкаңыз міндетті түрде қызып тұру керек. Соусына майонез бен кетчупты осылай кішкене қойып аламыз да араластырып, қамырдың бүкіл жеріне тигізіп жағамыз. Бағана дайындық қойған начинкамызды саламыз. Қыздар, негізі соленый огурцы салсаңыздар вообще күшті болады. Ал осындай свежий огурцы салатын кезде қабығын ашып салыңыздар. Қызып тұрған 180 градусқа 10 минуттан аса пісіріп аламыз да, одан кейін үстіне сырды салып, тағы да 10 минуттан аса уақыт күтеміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі дегендей, біреулер сырды сразу салады, бірақ оларда күйіп кетуі мүмкін сырлары. Сол үшін мен осылай 10 минут былай пісірдім, одан кейін сырды салып 15 минут тағы күттім. Осылай пиццамыз әдемі болып шықты. Міндетті жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.